Бұл салатты бір рет жесеңіз, қайта жасайсыз. Сәлем достар, бүгін сіздермен корейше салат дайындаймыз. Тез әрі өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ыдысқа сәбіз және қызылшаны корейше үккіштен өткіземіз. Содан кейін пиязды жіңішкелеп тураймыз. Ас көкті, яғни петрушканы майдалап тураймыз. Сарымсақты майдалап аламыз. Енді табаны қыздырып, май құйып, пиязды жақсылап, қызартып, қуырып аламыз. Ал енді қуырылған пиязды, петрушканы, сарымсақты, тұз және қара қызыл бұрышты саламыз. Ең соңында сірке суын қосамыз, үстінен ыстық майды құямыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл салат өте дәмді және әдемі болып шығады. Қонаққа да, күнделікті асқа да таптырмас салат. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.